Бейнероликтің тұрақты демеушісі OneX компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. OneX сілтемесі төменде. Мадридтік Реал мен Ювентус УЕФАның барлық турнирлерінен шеттетілуі мүмкін. Чемпиондар лигасының жаңа форматы белгілі болды. Ал бірқатар футбол әлемінің тұлғалары бас салмай жатып аяқталған Суперлига жайлы пікірлерімен бөлісті. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар топтамасы дәл осы бейнероликте. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Әйгілі француздық төреші Стефани Фраппар Еуро 2020 турниріне шақыртылған төрешілер бригадасына ілікті. Осының арқасында 37 жастағы нәзік жанды арбитр Еуропа чемпионатында қазылық ететін ең алғашқы әйел адам атанады. Еске салсақ, аталған турнир 11 маусымда басталады. Өткен аптада жаңадан тағайындалған Тоттенхэм Хотспордың бас бапкері Райан Майсон аталған қызметтегі дебюттік ойынын өткізді. Ағылшын премьер лигасының 33-ші турында Тоттенхэм өз алаңында Саутгемптонды 2-1 есебімен тізе бүктірді. Қонақтар ең бірінші есепті ашса да, шпор сапынан Гарет Бейл мен Сон Хен-мин ерекшелене білді. Манчестер Юнайтед пен Франция футболының аңызды ойыншысы Эрик Кантана Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинге Алексей Навальныйға медициналық көмек көрсету жайлы өтінішпен хат жолдады. Еске салсақ, әйгілі ресейлік оппозиционер Путиннің жемқорлық істері туралы бейнематериалдар түсіріп, орыс халқын биліктерін құлатуға шақырған үшін темір торға қамалған болатын. Еуропа Суперлигасы ресми түрде тоқтатылғаннан кейін бірқатар танымал тұлғалар осыған қатысты пікірлерімен бөлісті. Мәселен, Антонио Конте УЕФА турнирлерді ұйымдастырып өте көп табысқа кенелсе де, клубтарға тек табыстың аз ғана бөлігін ұсынады. Клубтар бұдан да көп қаражатқа лайықты, себебі УЕФА клубтарға қарағанда ешқандай инвестиция жасамайды, деді әйгілі бапкер. Ал Барселонаның президенті Жоана Лапорта Суперлига өте керекті турнир, үлкен клубтар үлкен қаржылай табыстар әкеледі. Сәйкесінше оларды қалай жұмсауды өзіміз шешуіміз тиіс деді. Клубтың бас бапкері Рональд Коман болсы, УЕФА өте көп сөйлеп аз әрекет жасайды. Олар ойыншыларды да, бапкерлерді де, клубтарды да тыңдамайды. Оларды мазалайтын тек ірі клубтардың әкелетін қаржылай табысы. Ал турнирдің президенті болып тағайындалуы тиіс болған Флорентино Перес Суперлига жойылған жоқ. Ол тек дайындалу барысында. Біз бұл проектпен әлі де жұмыс жасаймыз. Барлық 12 клуб лигамен келісім шартқа қол қойды. Ресми түрде әлі ешбіреуі лигадан шыққан жоқ. Біз Суперлиганың негізгі мақсатын әлі дұрыс жеткізе алмаған сияқтымыз, деді. АС баспасының мәліметіне сенсек, УЕФА Мадридтік Реал мен Туриндік Ювентусты барлық Еуро турнирлерден бір маусымға шеттетуі мүмкін. Ассоциация бұндай шешімге Реалдың президенті Флорентино Перес пен Ювентустың президенті Андреа Аньелидің Суперлиганы құрғылары келгені себебінен келуі мүмкін. Ал кезекті испандық және каталондық баспалардың хабарлауынша, елбастан Суперлиганы құру жоспарын шын мәнінде Барселонаның экс-президенті Жозеп Бартомеу ойлап тапқан деседі. Турнирдің форматын өткізу системасын барлығын Бартомеу ойлап тауып, Перес пен Аньелиді лиганы құруға көндірді. УЕФА ресми түрде Чемпиондар лигасының жаңа форматын жариялады. Енді айналымдағы қатысушылар саны 32-ден 36-ға дейін өсіп, топтық кезеңде енді 8 топ емес, бір ортақ топ болады. Плей-оффке кестедегі алғашқы 8 команда тікелей өтеді. Қалған 8-і кезекті раундта плей-оффқа күреседі. Әрі қарай ұтылыс тапқандар әдеттегідей турнирден ұшады. Айналымдар дәл бұрынғыдай апта ортасында өтпек. Формат сіздерге ұнады ма? Пікірлеріңізді комментарийге күтемін. Ал Барселонаның ресми парақшасы Суперлигада қалатынын және осы турнирді соңына дейін дамытып турнир үшін күресетінін жеткізді. Еске салсақ, дауға толы әйгілі лигада Реал Мадрид, Барселона және Туриндік Ювентус қалды. Кеше лигадан кеткендерін Милан мен Интер хабарлады. 12 клубтың 9-ы сатқындық жасады дейміз бе, әлде жан сақтау ма? Комментарийге пікірлеріңізді жазып, бейнероликке лайк басуды ұмытпаңыздар. Арнамызға және инста парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.